Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Әже, өне бойын билеген қорқынышты бөгелденесі, діріл қаққан өңінде қаны сөлі жоқ. Көзі шарасынан шығып кетердей болып, құстай ұшып келіп, шыңғыра құлағын немере қызын көргенде, Балжан әже әлденеден ішін тартып қалды. Не болды? Жарығым, неден шошындың? Әсемгүлдің тілі байланып қалғандай. Қолдары ербеңдеп, жоғары қабатты көрсете береді. Қасқырдан қашып келіп, енесінің бауырына тығылған көжектей, әлі де қорқынышы сейіле қоймаған немересіне әжесі үрейлене қарады. Шайтанның шалығы тигендей, көздері шапыраштанып, барып келіп алдында жатқан немере қыздың қас үрейлі түр әлпеті адам шошырлық еді. Жаман түс көріп, шошынып қалғансың-ау, күнім. Бисмилля деш. Қорқып қалғансың ғой, тіліңді шығарш, таңдайынды басып жіберейін, деп Балжан әже бәйек болды. Осы кезде мың жылқы айдап өткендей зәулім сарайды дүрліктіріп, төбеден жай түскендей шошытып, бүкіл отбасын бықсық ұйқыдан жұлып алған дабырадан сең соққан балықтай мең-зең болып оянған ерлі-зайыптылар Балжан апаның бөлмесіне ентігіп келіп кірген еді. Олар әлі де үрейден буынын бекіте алмай, былқ-сылқ етіп жатқан Әсемгүлді көріп, зәрелері ұшты. Апа, Әсемгүлге не болған? Деуге Мәуленнің шамасы зорға келді. Жұпар өне бойын игере алмай, жерге сылқ етіп отыра кетті. Мұндайда адамның ойынан не келіп не кетпейді. Соңғы кездері бай бағландардың үйлерін торитын қатыгез қанішерлер көбейіп кетті емес пе? Күні кеше облысқа танымал бір кәсіпкердің үйіне қанды қол қарақшы түн жамылып түсіп, отбасын түгел қырып, дүние мүлкін үптеп, суға сіңгендей қараларын батырды. Сондай жемтіктес жөйттер мұның үйін аш бөрілердей торуылдап жүрмесіне кім кепіл? Мәулен тап қазір бір бұрыштан қолында тапаншасы бар жауыз атып шыға келердей жан-жағына шошына қарады. Шыбын жан не деген тәтті еді. Әншейінде осы көл-көсір байлық, шат-шадыман тұрмыстың ұйытқысы өзімін деп қоразданып жүретін Мәулен тамағына ажал алдаспаны тірелгенде бауыр еті баласын тарс ұмытты. Ажал аждаға шап беріп ұстап алатындай жүрегі лобып атқақтай соқты. Содырлы сойқан тұтқиылдан басталатындай көзі елжірейіп, перденің артына барып тығылды. Аула өткір шамдардың жарығымен жерде жорғалаған жәндікке дейін айқындап тұр. Ауладағының барлығы да өз орындарында. Сонда да ту сыртынан жебе кезенген жаналғыш жан дәсіл қадалып тұрғандай жауырына мұздады. Күтпеген жерден атылар ажал оқтан құтылу керектігі кіресілі-шығасылы есіне түсіп, алға қарай жандармен ұмтылды. Ебейдейсіз секірген Мәулен үстел үстіндегі шыны дысты қолмен жерге қағып түсірді. Тарс еткен ащы дауыс онсызда естері шығып тұрғандардың жандарын кеуделерінен суырып алғандай болды. Тілдерін жұтып қойғандай ешкім үн шығарылған жоқ. Бөлме сілтіде тынды. Аса ауыр зілзала болып, осы үйге заман ақыры орнағандай, өлі тыныштық еңсені езгілеп, жанши түсті. Әлден соң Балжан бағжан етіп, көзін ашып алып, айқайға басты. Әй, бәрінде жын бұғаулап тастағандай, неге ошырылып тұрсыңдар? Жедел жәрдем шақырмайсыңдар ма? Солы ету керек екен-ау, санасына енді ғана сәуле түскендей, селк еткен Мәулен қалта телефонын алып керекті номерді тере бастады. Қалтыраған қолдары оның әлі де қорқыныштан арыла алмағанын әйгілеп тұрды. Үй ішіндегі аласапыран айқай-шуды естіп, бөлмесіне шыққан үй қызметшісі Сәуле бықпырт тегендей бүгежектеп қалған отбасын көріп, ошырылып біраз тұрды да асханаға кіріп, кесемен су алып шықты. Мұздай су барып келіп жатқандарды селк еткізді. Артынша бұл үйге жедел жәрдем керек болмай қалды. Полиция шақырып үлгермегені мұндай жақсы болар ма? Әйтпесе, дүрлік белі дүрбелеңнің қашан тыныш табарын кім білген? Енді түн жарымында қойындарына сайтан кіріп кеткендей, неге дүрліккендері еске түсіп, барлығы Әсемгүлді содыр сотшы сауалдың астына алды. Көрден шыққан адамдай өңі күреңітіп кеткен Әсемгүл әудем уақытқа дейін
өзіне өзі келе алмай отырды. Жұпар қызының қол аяғын уқалады. Ол шошынып қалған қызына суыртатты. Сүт пісірімдей уақыттан соң Әсемгүл тұтығып бір-екі ауыз тіл қатты. Тілі енді шығып келе жатқан баладай былдыр-былдыр еткен оның сөзінен үлкендердің ұққаны мынау. Сабағын қарап болған Әсемгүл бөлмесіне оралып шырт ұйқыға кетеді. Қанша уақыт өткенін білмейді. Бір кезде ол өзіне тесіле қарап тұрған зәрлі көзден шошынып оянады. Қап-қараңғы бөлмеде шоқтай жанған екі жалмауыз көз мұның өңменнен өтіп жұтып жіберердей қарайды. Тұла бойы тітіркеніп, жаны қыл үстінде тұрғандай қиналған қыздың санасы бірте-бірте семіп бара жатты. Өлді деген осы екен-ау деп ажалға бойсынып тағдыр талайына көндіккелі жатқанында бір тылсым күш оны төсектен жұлып алды. Қаш, құтыл мына жалмауыздардан. Ол қол аяғы жерге тимей бірінші қабатқа қарай безектеп түсіп келе жатқанда соңынан ақ киімді адамдар қуып кеп берсін. Бәрі де бітті. Ұстап алатын болды-ау деп жан ұшырып жүгіріп келе жатқан Әсемгүл әжесі жатқан бөлмеге қалай жетіп жығылған білмейді. Мәулен, үй иелері болады дегенде естуші еді. Бірақ олар тірі пенделерге тап бұлайша соқтықпайды. Сонда мына елестер бұларға неге соншалықты өш? Анасы баласының ұйғарымына қарсы шықты. Балам, бұл үйде әруақтар бар. Ертең бір әруақты молда тауып, үйді аластат. Бір мал сойып Құран оқыт. Әруақтарды риза еткен соң бұл елестерден құтыламыз, деді. Жоқ апа, мен әруақтарға сенбейм. Мұны істеп жүрген сәбден. Ол Әсемгүлдің екінші қабатқа өзімен көрші бөлмеге орналасқанын қаламаған еді. Соның шығарып жүргені. Қарындасында қорқытсам, әжесінің қойнына өзі барып жатады, деп интернеттен көргендерін жасаған болу керек, деді Жұпар әлі де денесінің дірілін баса алмай тұрып. Қорқыныш ажал қақпасы. Бойын үрей билеген адам еш нәрсені пайымдай алмақ емес. Ол да бір, мәңгүрт те бір. Сондықтан ол ажал қақпанына өзі барып түседі. Сарайдағы сиқырланған сұлбалар қорқыныш иелері еді. Иесі шыққан адамнан ақылы сұрау қансып қалған шыңыраудан су шығарумен бірдей. Үркек көңілдер үрпейісіп, әркім өз жанының аман қалуын тәңірісінен жалбарына тілеп тұрған соң дауа бар ма? Отбасы мүшелері жоғары қабатта сәбденнің қалып қойғанын енді ғана естеріне алды. Мәулен батырсынып екінші қабатқа көтерілу үшін баспалдаққа аяғын салғаны сол, сал болған можы шалдай сылқ етіп отыра кетті. Жұпардың жүрегі аузына тіреліп, ол да қыл үстінде тұрғандай қалтырайды. Екінші қабатта жын-жыбыр сайтанның сабалағы құбыжық құжынап жүргендей. Ақыр заман боларда аспаннан отты шарлар жаңбырша жауат дегенді Жұпардың бір жерден оқығаны бар. Оған дүние мүкәмбарасының басы, байлығының құты болып көрінетін үйінің екінші қабаты ақыр заман апанындай көрініп, жаны түршікті. Ілгері басқан аяғы кері кетіп, жүре алсашы. Дүдамал ойда сен соқтың болып тұрған үй иелерінің дүмбілездігі мен дәрменсіздігі сәуленің санасын сансыратып, намысын тілгілеп өтті. Ол өжет қимылға басып, екінші қабатқа қарай өршелене өрлеп бара жатты. Оның соңынан балжан ілесті. Екі бірдей нәзік жаратылыс иесінің құбыжықтар қамалына қаймықпай кетіп бара жатқаны еркектік намысына тиді ме, әлде қорқа-қорқа батырсынды ма, кім біледі. Мәулен мылтығын алып соңдарынан кетті. Ажал апанына аттанып бар жатқан үшеуге Жұпар қаймыға қарап тұрды. Ол Әсемгүлді жалғыз тастамау керектігін сылтауратып бөгеліп қалды. Сәуле ертегілердегі жеті басты айдаһардың өзінен қаймықпайтын хас батырдың өзі секілді. Екінші қабаттағы әр бөлмені тарс еткізіп ашып кіріп, ішін түгел тексеріп шығады да алға ұмтылады. Осылай олар екінші қабаттағы бөлмелерді түгел тінтіп шықты. Ендігі қалғаны сәбденің бөлмесі ғана. Сорлы баланы құбыжық пен жын сайтандар қол аяғын боржалап өлтіріп қоймасын. Дүрс-дүрс еткен секемшіл жүректер бұл бөлменің де есігін қолдары қалтырап
қаймыға қорқақтай аштау әйтеуір. О тоба, сәбден қауіп қатерден мүлдем бейхабар. Түкте сезбегендей компьютер ойнап отыр. Бәлем, сен екенсің ғой. Әсемгүлді қорқытып жүрген деп Мәулен баласын бас салды. О не, папа? Әсемгүлді кім қорқытып жүр? Деп сәбден аң-таң болды. Дүрліккен топ жауды жайратып болып, бірінші қабаттағы ас бөлмесіне өтті. Сәбден Әсемгүлдің сөзін естіп, меңзең күйге түсті. Бұдан былай екінші қабатқа мен де шықпайым, деді өз-өзіне келген соң. Бірақ жігіттіге жетектеп, ол өз бөлмесіне жалғыз кетті. Олардай шулап, таңда атырған отбасы барлық пәле түндегімен кетсін деп, бет сипасып әркім өз шаруасына кірісті. Бірақ төбедегі топалаң мұнымен де тыйылмады. Екінші түні түрі боп-боз сәбден іш киіммен жоғардан сайтан қуғандай зытып түсті. Ол ожар мінез деді. Ана мынаудан қаймаға қоймайтын. Точно, папа, жоғарда бірдеңе бар, деді тілі күрмеліп. Сәбденге елес көрініпті. Бір бала төсегінің аяғына отыра бергенде, бұл шап беріп ұстап алмақшы болады. Бала сықылықтап күліп, ауаға сіңгендей жоғалып кетіпті. Осыдан шошынған сәбден дәлізге шықса, бастарына бүркеншігі бар плащ киген, жүздері бұлыңғырланып қана көрінетін адамдар әрі-бері кезіп жүр екен. Мұны көріп барлығы ұстап алмақ болып соңынан қуғанда, бұл әбжілдік танытып қашып үлгеріпті. Осыны естіген отбасынан маза қашты. Сәбден алдыңғы түндегі оқиғаны әдейі насырға шаптырып, қопсытып айтып тұр деуге келмейді. Сәбденнің түрі жайдан жай бозамықтанбайды. Осылай алдыңғы түннен басталған дүрбелең тоқтаған жоқ, асқына берді. Енді жоғары қабаттағы ыдыстар тұрған орындарынан өз-өзінен құлап, жерде тек шашыраңқы сынықтары ғана жатты. Жинаулы жүк таңертең құйын жүріп өткен жердей апалаң-топалаңы шығып шашырап жатады. Мәулен енді шындап ойланайын деді. Жұмысына барған соң таныстарынан сұрап көріп еді. Жұман бір мықты болғанда да қара суды теріс ағызатын, ішке кіріп кеткен жынды тырқыратып айдап шығатын ғұламаны білетін болып шықты. Әппақ сақалы омырауына түскен Дамулла Мәуленге асқан құдірет иесі болып көрінді. Көңіліне сенім ұялады. Дамулланың өзі де иман жүзде жан екен. Мұның тауқымет тақсіретін естіген соң көп бөгелген жоқ. Үйіңізде әруақтар бар. Бірі қошқар сойып Құран оқытыңыз. Әруақтар разы болған соң бұл мекенді өздері тастап шығады, деді ол. Абдулла Дамулла үйді түгел адыраспенмен аластап шықты. Құранды қырағаттап әдемі әуезбен оқиды екен. Мәулен өз-өзінен отырып жылағысы келді. Есіне өмірден ерте кеткен марқұм әкесі түсті. Әкесіне көптен бері Құран оқытпаған еді. Қолына дәулет біткелі, ешбір жанға емешегі езіліп жақсы көрмеген ол, Дамулланы құдасындай күтіп, мол сый-сияпатмен шығарып салды. Келесі күні базардан семіз қошқар алдырып, басын Абдуллаға мүжітті. Осыдан соң екінші қабаттағы елес жоғал кеткенді. Арада бірер ай өтпей жоғардағы жаңғырық қайта басталсын. Мәуленнің көңілі май ішкендей бұзылды. Көңіл аспанын қою бұлт торлап, еңсесі көтерілмей-ақ қойды. Үй ішін үрей биледі. Бірақ солай екен деп үйінен безініп қайда барады. Естіген жұрт, құтты құжыраханасынан иесі кете қашқан несі, деп күлмей ме? Осы зәулім сарайды салу үшін Мәулен қаншама тер төкті, қаншама қаржы шығармады десеңізші. Мәулен бұрау басын сындырмай жүріп-ақ дүние тапқыш. Сол жана ортпай тапқан қаражат мынадай мықты үйге ие етті емес пе? Маңайындағы көңіл қос достарының барлығы мұның патша сарайындай зәулім үйіне қызыға қарамаушы еді. Енді келіп сол үйден неге безінеді? Әрі беріден соң бұл баспана Мәуленге құт әкелді емес пе? Қызметі жоғарылады, ығында жүрер ырықты адамдар көбейді. Осы сарай біткенде үзеңгілес достары, әріптестері ай бойы думандатқан. Қызықса да қызғанса да қонақтары сыр бермей тарасқан. Тәйірі, түкірігі жерге түспей,
дегені болып тұрған толағайдай толғаға әруақ деген сөз болып па? Бүгін Абдулла Дамулла қайтара алмаса, ертең тағы бірі келіп әруақтармен келіседі. Құдайға шүкір. Дүние мүлік жетет. Керек болса, молда ишандардың, дамуллалардың әр қайсысын бір түннен осы үйге кезекшілікке қоюға құдіреті де шамасты жетет. Әруақтар мәуленмен ойнап көрсін. Үйіңіздің астында бір әруақты кісінің сүйегі жатыр. Сол сүйекті алып басқа жерге арулап қайта жерлеу керек. Осы рәсімнен соң сол әруақты кісіге арнап Құран оқытасыз. Сонда ғана әруақтың жаны тыншиды, деді Сейіт Кәрім атты сәлделі молда. Молдеке, осы үйді салдырарда 10 метр тереңдікке дейін экскаватормен қаздырғанмын. Сүйек көрсем көзім шықсын, қайдағы әруақты адам, деп мәулен мазасызданды. Бәлкім аулаңызда жатқан шығар, деп молда да шегінер жол жоқ екенін танытты. Бұл аулада да қазылмаған жер қалмады, бірақ малдың да сүйегі шықпады ғой, деп мәулен қасарысты. Ендеше өзің біл қарағым, біз айтарымызды айттық, деп молда ишандар қайтуға қамданды. Өз байлығымнан шеге қаққан мәуленнің дегені бұл жолы топшысынан қиылды. Абдулланы олқысынып, тағы бірнеше мықты молда имамды шақырғанмен, дамабойлар дамыл таппады. Тіпті осы үйді меншіктеп алғандай, түні бойы барабандарын қағып, сырнайларын сырнатып, концерт қойып шығатындарын қайтерсің. Үйді емін еркін жайлап алғандары сондай, шақырылмай келген қонақтар басына да бастады. Зікір салушылардан зәрезіп болған мәулен биолокаторлық зерттеулер арқылы елес кезген үйлердің сырын ашумен айналысып жүрген ғалымды да тапты. Мүсәтілі биолокациялық құралмен үй үшін ауланы түгелде тексеріп шықты. Сосын мәулен бұрын соңды естімеген әңгіме айтты. Мұндай елестер үй астынан өтетін су тарамдары мен жер қыртысының жаратылыстарынан пайда болады. Мұны геомагнитті толқын деп те айтады. Осы құбылысты неміс ғалымы Густав фон Поль алғаш болып ашқан. Ол Баварияда жүргізген зерттеулері бойынша талдау жасағанда қатерлі ісіктен қайтыс болған 58 адамның жатқан бөлмесі геомагнитті толқын аймағында орналасқан деген тұжырымға келген. 1950 жылы Бавариядағы медициналық биологиялық институттың директоры, медицина докторы Манфред Кури адамдарда қатерлі ісіктің туындауына бірден бір әсер ететін геомагнитті жолақтар деген қорытындыға келген. Оның пікірінше, жер асты сулары ғана емес, Курийдің диагоналды торы аталатын жердің ерекше энергетикалық торымен байланысатын теллурациялық радиацияда қатерлі ісікке шалдырады. Геомагнитті аумақта тұратын адамдардың 5%-ның ғана көп уақытқа дейін денсаулығы сыр бермейді. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, геомагнитті толқындар аумағында ұзақ болған адамдарда әлсіздік, ұйқыдан тұрғанда делсалдық, қорқынышты түстер көру, бас сақинасының ауруы, жүрек айнуы, болар болмасқа ашулану, аяғының қалтырауы мен мұздауы кездеседі. Сонымен бірге, әрбір адамның төсегі мен жұмыс орны геомагнитті толқындардың активті жолақтар үстінде тұруы түрлі ауруларға ұрындырады, деді Мұсатіллә. Оның биолокациялық құралдары үйдің жер асты геомагнитті толқындар үстіне жақын орналасқанын анықтады. Мазасыздау мәулен молда мен ғалымның қайсысының сөзіне иланарын білмей дал болды. Біреуі әруақ дейді, екіншісі геомагнитті толқын дейді. Қайсыныкі дұрыс? Япырау, мәулен осы үйді саларда қопармаған жері қалмады ғой. Сонда адам сүйегі көрінбеген, 10 метр тереңдікте жүргенде де магнитті толқынды неге сезбеген? Мәуленің мезі ойлардан миы қатты. Әулиелерге әлі келмей әпеге басылып қалды. Енді ол не де болса астам ойлардан бойын аулақ салғысы келді. Желең жел соғып тұрған жас күндерінің бірі еді. Кешкі апақ-сапақты үйге 3-4 адам «Уа, кім барау?» деп кіріп келді. Мәулен қонақтарды танымады. Облыс деңгейіндегі басшылардың басқасының кәрі жүріп көрмеген. Мәулен ана-мынауға сәлем бермеуші еді. Керісінше, оған сәлем бере келушілер көп болатын. Сондай сәлемшілердің кезекті тобы шығар. Осы кезде
Мәулен анасының: «Шырағым, қандайда құдайы қонаққа қабақ шытпа. Төріңнен орын бер. 40-тың бірі қыдыр. Қонақ ырысыңды жеп кетпейді. Олар бақ болып та келуі мүмкін», деп отыратынын еске алды. Шегінерге жер қалмады. Ол күтпеген тосын қонақтарды арнайы бөлмеге бастады. «Жұпар, қонақ келді», деп жұбайына қазан көтертті. Анасы Балжанда қонақтарға келіп амандасып жөн сұрады. «Апа, біз елші едік. Елдестірмек елшіден деген. Екі елді елдестірмекке келіп қалдық. Қыздарыңыз Әсемгүл ауылымызға келін болып түсті. Құдаларыңыз Болатбек ауыл аймаққа белгілі сыйлы адам. Өсіп өнген жандар. Мынау қыздарыңыздың жолдаған хаты», деп шоқша сақалды кісі қалтасынан әлде қандай қағаз шығарып Балжан әжеге ұсынды. Балжан жыландай ұстағандай шошынып хатты Мәуленге ұзатты. «Апа, қызыңыз тұрмысқа шығыпты. Қонақтарды жақсылап күтіп алыңыздар. Мен өз ырқыммен келдім», депті хатында, деді Мәулен. «Әсемгүл-ау, бұл неткенің», деп Балжан жылап жаулығымен көзін сүрте бастады. «Ал әзірге күйеуге шығамын деп жүрген жоқ еді. Оны алып қашқан ғой. Осыдан оларды түрменің тереңіне сүңгітпесем, Мәулен атам құрысын», деп қыз әкесі тұлан тұтты. Қонақ бөлмеден шыққан ащы дауысты естіп, Жұпарда келіп қалды. «Ана қызыңа айтпап едім. Тұрмысқа шығарып болсаң, түсер жеріңді біліп, той жасап ұзатам деп. Қандай әзәзіл еліктірсе де, ол мұндай сорақылыққа бармас еді ғой. Қашып кетіпті деген не сұмдық. Сенен туған қыз емес пе, жерге қаратқанын қарашы», деп Мәулен әйеліне зілдене қарады. Зіл қабақ долы ашу, дөкір мінез қонақтарды ықтыра бастады. Елшіліктің соңы сойқанға ұласпаса нетті, деп ойлап отырды хабаршылар. «Шоқша сақалды қызыңыздың хатын қайта оқыңыз. Ол өз ықтиярымен келгенін анық жазып отыр ғой», деп үй иесінің алдын кесе сөйледі. Осы мезетті күтіп тұрғандай Жұпардан қалда телефоны шар етті. Ол қонақтардан қымсынып басқа бөлмеге шығып кетті. Артынша алып кетші деп күйеуін сыртқа шақырды. Есіктің арғы жағынан үй иесінің «Қызым-ау, бұл қай қылғаның?» деген естіліп тұрды. Әлден соң ерлі зайыптылар бөлмеге оралды. Дөмбекте үй иесі бірақ уыс болып бүрсіп қалыпты. Манағы сорақы, сұс қырғи қабақ, тау қопарар екпін жоқ. «Әлі білісе алмай жатырмыз, айып етпеңіздер. Ішіп жеп отырыңыздар», деп ерлі зайыптылар қосам жарлана сөйлегенде бөлме көңіл күн шуағына бөленді. Қыздары тапсырғандай үй иелері хабаршы кешірімшілерді барынша күтіп шығарып салған соң, Мәуленнің көңіл жайлауы ел көшкен жұрттай құлазып қалды. Әсемгүл бал тәттісі еркес еді. Оны қалай ғана жат жұртқа қияды. Ол көңіл құлазуын виски арқылы таратқысы келді. Сәуле қорқақтай отырып, екінші қабатқа барып, вискиді алып келген. Сонда ғана барып Мәулен қызының осы үйден неге ертерек кеткенін ұғынғандай болды. Әйткенмен қыз жүрегі өз қалауын тауыпты. Әлпештеп өсірген әкесі бар жасауын келістіріп қолдан ұзатар еді ғой. Бірақ сұңғыла қыз мұны артық көріпті. Жалғыз қызды құтты орнына той жасап, бар кәде сыйымен ұзата алмағанына іштей қорланып қалғанымен, ол Әсемгүлдің байлауына көлденең тұра алмады. Көңілсіздікпен құбылмалы күйге ірге бермеймін деп жүрген күндердің бірінде ойда жоқта сәбден асылып қалды. Көк күмбезінің жұлдызының бірі ағып түсті. Бірінен өлідей, екіншісінен тірідей айырылған қос перзентінің күйігі Мәуленді бүк түсірді. Тағдырдың басқа салғанына көндік беске шара бар ма? Реңі қуқыл тартып жүдеп жүрген күндердің бірінде үлкен ұлы Арлен алдына келіп ой бөлісті. «Пап, мен Көкшетаудағы қызметімді осында ауыстырмақпын. Ол жақта сөйлесіп жүрген адамым бар. Келінді боласыз. Осы үйді тағы бір қырсық шалмасын десеңіз, мына сарайды сатасыз. Күні кеше бабаларымыз лашықпен шайлады да өмір сүрген. Алтын сарайдың барлығы бақыт әкелмейді. Осыны да түсініңіз», деген үлкен ұл. Арлен келін түсірсе, мына қараша үйде
қуаныш көбейеді емес пе? Дүниеге немерелер келмек, үй бақыттың базарына айналмақ. Ендеше мына алтын сарайды қимайтындай несі бар? Балалардың бақытынан артық не болушы еді? Олар көп кешікпей басқа баспана сатып алып, көшіп кетті. Алтын сарай иесіз қалды. Үй сатылады деп телеарналар мен газеттерге хабарландыру бергенмен алушы табылмай тұр. Алтын сарай алыстан көз арбаса да, бұлайғы жұрт бұл мекенді қарғыз атқан үй деп маңайына жоламады. Бертінде алтын сарай көше кезбелерінің аялдамасына айналды. Маскүнемдердің жұрт көзінен тасаланып арақ ішер жері де осы. Әйтсе де, сол батырлардың мұнда түнеп қалуға жүректері дауаламайтын. Арсасы шыққан, есік терезелері сынған, еңселі үй ысқырынып тұрған, зәрлі өшпенділіктің ошағындай соншалықты жат көрінуі неліктен? Қайталанбас өрнегімен, сұлу сымбатымен талайларды тамсандырған алтын сарай қулық пен сұмдықтың, тоғышарлық пен тағылықтың, үстемдік пен үрейдің ордасындай неге суық көрінеді? Бақ бәсекесінде Мәулен талай жанға тізе батырып еді. Бойын кісәпір кесірлікпен топас тоғышарлық жайлаған ол талайлардың ақысын жеді, жолын кесті. Бәлкім, тағдырдың мына ызалы жазасы сол құнама қорлық қырсықтығының өтеуі мекен. Кім білсін ай, кім білсін? Анығы Аллаға ғана аян ғой. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.